Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода мен қоразды күйеуіме бауыздатып алдым, яғни адал. Енді осының жүнін тазартатын боламыз. Яғни мына жүндердің бәрін жуатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Тауықтан өте керемет дәмді ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен достар, шұңқырлау ыдысымызға тауығымызды салып, үстіне қайнаған суымызды құятын боламыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су болу қажет. Сол кезде біздің тауығымыздың жүндері жібейтін болады. Мінекей үстін осылай жауып қоятын боламыз. Енді кішкене минуттардан кейін осылай тауығымызды жайдақ жерге түсіріп алып, қасымызға салафанымызды дайындап аламыз. Біздің қазір осындай жұлған жүнімізді салатын боламыз. Мінекей барлығы өте оңай жылынады, өйткені бізде жақсы жібіді. Жақсы жібітсеңіздер, осылай өте оңай ажырайтын болады. Осылай барлық жерін жұлып шығатын боламыз. Ешқандай да қалдырмаймыз. Мінекей қанаттарын, осы қатты жерлері болады, қанаттардың ұштары. Осыны біз алдыға қарай тартатын боламыз. Яғни видеода көріп тұрғандай, осылай тартсаңыздар өте оңай ажырайтын болады. Барлығын дәл осы видеода көріп тұрғандай жұлып шықсаңыздар болады. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай біздің отымызға қалған жүндерін осылай үйітіп алатын боламыз. Паяние лампамен үйітуға да болады. Бізде ондайға жоқ болғандықтан дәл осы видеода көріп тұрғандай үйітсаңыздар болады. Өте жақсы, ешқандай жерін қалдырмай, барлық жерін осылай видеода көргендей жасап шығатын боламыз. Сонда бізде майда-майда қылдары кететін болады, үйіп кетеді. Дәл осылай барлығын істеп алғаннан кейін қазір біз ішек қарынын алып тастайтын боламыз. Мінекей дайын болды, осындай қызыл болып шығады сырты. Енді ішін ашатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай осылай кесіп, ұзыннан екі жағын ішіндегі ішек қарынын алатын боламыз. Ішіндегі ішек қарын алғаннан кейін төбе жағын, мойнның астыңғы жағын осылай кесіп, жем тұратын жерін тоже алып тастаймыз. Және де бізге аяқтарын қажеті жоқ. Аяқтарын да бөліп, осылай сындырып алып тастаймыз. Құйрық жағында бізге аса қажеті жоқ, сондықтан бөліп алып тастасаңыздар болады. Мінекей барлық жерін алғаннан кейін дәл осылай жуып шығамыз. Бізде өкпе жағы осы біздің тауықтың ішіне төбе жағына қатып тұрады. Әнекей осы өкпе жағын қасықпен қырып, жақсылап алып тастайтын боламыз. Яғни ол өкпесі біздің тауығымыздың денесіне жабысып тұрады. Жуып жатқан кезде осылай алып тастасаңыздар болады. Сонда іші тап-таза болады. Және де қалдырмай барлығын қолымыздың икемімен тап-таза қылып осылай жуып тастаймыз. Неке бізде тап-таза болды. Енді достар, мен бұның қайнатып алатын жөн көремін. Бір қайнатып алсаңыздар өте жұмсақ, сондай керемет болып шығады. Және мен қайнатқаннан кейін осы сыртындағы қабығын алып тастаймын. Сол себепті бір қайнатып алғанды жөн көремін.
тауықтың барлық жерін тұздағаннан кейін бір қайнатып алатын боламыз. Мінекей бізде қайнап шықты. Енді сыртқы қабығын осылай пышақтың көмегімен сәл ғана тіліп жіберіп, осылай оңай ажыратып аламыз. Және де достар, айта кететін жайт, қабығын алмай-ақ пісірсеңіздер де болады. Маған осы қабығын алып пісірген өте қатты ұнайды. Барлық тауықты мен осылай қабығын алып тастағанды жөн көремін. Дәл осылай қабықтарын алып тастап, бөліктерге бөліп турайтын боламыз. Және де достар, байқасаңыздар, бізде қолдың, яғни үйдің тауығының еті осындай қара кесек болып тұрады. Неге қараңыздаршы, бізде дүкеннен алған тауықтың еті бұндай болмайды. Бұл тура үйдікі, қойдың етіне кішкене ұқсайды, қызғылтым болып тұр. Неге осылай бөліктерге бөліп пісіріп алатын боламыз қазір. Және де қараңыздар, қаралау ет болып тұр, иә. Бізде магазиннен алған ақшылтым болып тұрады. Неге бөліктерге бөлгеннен майдың үстіне май құйып, оның үстіне етіміз салып қуырамыз. Және де пиязымызды турап, осы қуырылып атқан тауық етін үстіне саламыз. Үстіне сарымсағымызды салып, жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Яғни бізде тауықтың еті піскен, енді пияз піскенше ғана пісіреміз. Мінекей картошкамызды бөліктерге бөліп бір қайнатып алатын боламыз. Яғни бізде тауықтың еті піскен, картошкамызды да осылай бір қайнатып аламыз. Мінекей екеуі де дайын болды. Енді картошкамызды май құйып, қызартып қуырып алатын боламыз. Неке енді оның үстіне 2 қасық паприкамызды қосып, қызартып қуырып алатын боламыз. Достар, егер де паприка ұнамайтын жағдайда қоспасаңыздар да болады. Өзінің түсі онда да әдемі болып тұрады. Неке паприка ерігенше ғана қуырамыз, және де үстіне сарымсақтан қосып жіберетін боламыз. Сарымсақ біздің картошкамыздың дәмін одан бетер дәмді қылады. Үстіне біздің тауықтың етін қосамыз, дайын болған кішкене ғана су құйып, бір бұқтырып алатын боламыз. Мінекей бір рет қайнағаннан кейін біздің осындай тауықтың еті мен картошкамыз өте дәмді болып дайын болды. Достар, біздің тауықтың етін қарасаңыздар, тауықтың еті қолдікі мүлдем магазиннің тауығына ұқсамайды. Магазиндікі дәмі өзгеше, ал қолдікі одан да дәмді болады. Мінекей дәл қойдың еті сияқты болып тұр. Сондай дәмді болған, иісі де сондай керемет болған. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, достар. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады, сондай дәмді болып шыққан. Сіздермен болған келін камера құлан. Достар, менің арнама өтіп көптеген рецепттерді көре аласыздар. Және де менің арнама тіркеліп қоңыраушан басуды ұмытпаңыздар.